маған діндеріңді міндет етпеңдер дейді. Көлігін қояды да, бағана аварийкасын қосып қояды да, намазға кіргенде ұстануымыз адамдарды дінге қызықтыратындай болу керек. Ассалаумағалейкум, қадірлі жамағат. Танымал ұстаз Ерсін Әміренің соқыр тақуалық туралы әсерлі уағызын аяғына дейін қараңыз. Біздің арнаға жазылыңыз, ұнаса лайк басыңыз, жамағатқа таратып сауапқа кенеліңіз. Мен мынау мешітте жұмада әрдайым жамағатқа ескертіп отырам. Құранда Алла тағала айтады: "Ла тамуну алейхи исламакум". Маған діндеріңді міндет етпеңдер дейді. Біз дінімізді өзіміздің ешкімге міндетсіне алмаймыз, міндетсінуге болмайды. Және одан кейін мұсылман адам басқаға қолымен, тілімен зиян жеткізбеген адам дейді. Қараңыз, мысалы жұма күні кешігіп келеді, асығысып. Енді не айтылып жатыр, бағанағы парызға тұрып жатыр, такбир айтылып жатыр, былайша айтқанда жұмаға тұруға. Сол кезде келеді де, машина, көліктер жүріп жатқан жолға көлігін қояды да, бағана аварийкасын қосып қояды да, намазға кіріп кетеді. Жолдың қақысын. Мысалы, сен қанша адамның ақысына кіріп жатырсың, қанша адамға дінді жек көрініш етіп жатырсың. Мүмкін ол жерден жедел жәрдем өтеді. Ішінде мысалы халі нашар науқас бар. Тез арада оны дәріханаға, ауруханаға жеткізу керек. Сен былайша айтқанда біреудің өміріне қастандық жасап қоюың мүмкін. Сол үшін де айтамын, кешігіп келдің бе, сен бағанағы адамдарға кедергі келтірмейтін тұратын жер ізде, тұрақ. Үлгермедің бе, онда бесініңді оқы. Бірақ мен қалай болса да жұмаға үлгеруім керек деп жолдың ортасына көлігін тастап басқаларға кедергі жасау, бұл тақуалық емес, бұл соқыр тақуалық. Мысалы бағанағы жұмыс орнында мен намаз оқимын деп, сондай да шағымдар болды. Жұмыс беріп жатқан кісілерден намаз оқимын деп күніне мысалы бір 3 сағат уақытын жұмысындағы намазға кетіреді екен. Барып жарты сағат дәрет алады, жарты сағат намазын оқиды. Одан мысалы 5-ді оқиды. 5-ін біраздан кейін мен 2-ні намазын оқуым керек дейді, тағы да кетеді. Айтады, қалай бұл сонша уақыт кете ме, мына жақта жұмыс қалып бара жатыр деп. Олай емес қой. Барып тез-тез дәретіңді ал. Мысалы аяқ жуу қиын болып жатса әйтеуір мәсіңді киіп ал. Бірақ сен жұмысыңа кедергі келтірмеуің керек. Неге? Өйткені сен ол жерден былайша айтқанда рызқыңды тауып жеп отырсың. Сол үшін де біздің ғұламаларымыз айтады, мысалы түнімен тахаджуд оқып, тахаджуд енді сүннет, ол нәпіл құлшылық. Тахаджуд намазын оқып түнімен күндіз жұмысына барып, жұмыс істейтін орнында есінеп, қалжырап, маужырап отыратын болса, оның тапқан айлығы адал болмайды. Неге? Өйткені жұмыс беріп жатқан, жұмыс орны оған жұмысқа келіп ұйықтау үшін беріп жатқан жоқ айлықты. Адал жұмыс атқару керек. Сол үшін де сенің құлшылығың, соның ішінде нәпіл құлшылықтар жұмыстағы міндетіңе, нәпақаңды адал табуыңа кедергі келтірмеу керек. Кедергі келтірмеу керек. Сол үшін де біз діни міндеттерімізді, құлшылықтарды орындау арқылы өзіміздің жақсы жаққа қарай өзгергенімізді, сол жұмыс орнына, қоғамға пайдалы болғанымызды керісінше көрсетуіміз керекті. Бізде керісінше кейде сонда жек көрінішті етіп қойып жатады. Жолға машинасын қалдырып кетеді, жұмысында сағаттап, мысалы жоғалып кетеді, намаз оқимын деп. Енді бір кісілер келді, сөйтіп бір нәрсе деп айтайын десем, Құдайдан қорқамын деді. Енді өзі оқымаса да әйтеуір намаз оқыған адамға сыймен қарап жатыр да, құрметпен қарап жатыр. Бір нәрсе айтайын десем, әйтеуір бір Құдайды ашуландырып қоям ба деп қорқамын, солай ма негізі деп. Бірақ мына жақта жұмыс қалады, клиент келеді, анау жоқ, не істеп жатыр, ойбай дәрет алып жатыр, не істеп жатыр, ойбай намаз оқып жатыр деп. Олай болмайды. Мысалы, обедтің уақыты бар. Обедтің уақытында обедіңді қысқа қылып ішті, намазыңды оқып ал. Сол үшін де біз дінді практиковать еткен кезде, дінді ұстанған кезде, біздің дінді ұстануымыз адамдарды дінге қызықтыратындай болу керек. Бала ретінде ата-ананың алдында, ата-ана ретінде баланың алдында, көрші ретінде, бағанағы жұмыстағы жұмыскер ретінде біз әрдайым осы дінімізді жақсы жағынан көрсетіп, дінге былайша айтқанда қызықтыратын адамдарды дінге дағуат болатындай іс-әрекет етуіміз керек.